иә білесіз ол неме әлеуметтік желідегі неме оппоненті иә қорлау келеге мазақ ету. Әркесіңізге беріңіз. Әркеске лақтыңыз. Сіз қалай ойлайсыз? Білім беру ұйымында қысымды болдырмау мүмкін бе? Мына осы буллингті, кибербуллинг болдырмау мүмкін бе? Әрине мүмкін. Болдырмау. Қалай жасаймыз? Не істеу керек біз ол үшін? Біріншіден енді мына айтамыз ғой, телефонды алып келмеу керек. Мектеп. Сол бірінші сатқа. Келесіге өзіңіз қалаған. Буллинг не екенін білесіз бе? Буллинг бопсалау, әлімжеттік жасау, барлығы жалпы кішіге әлімжеттік жасау бар, бопсалау. Мына жаққа қарай лақтырсаңыз. İçine bir ders aldı, taksiniz. Siz өзіңіз айдап салудың қатысушы болдыңыз ба? Осы Айдап салу буллингке. буллингті ба? Енді бала кезде болғанбыз, қатысушы. Так, извините за это. Siz özünüz ayda salудың қатысушысы. Тот же самый вопрос. Так что? Нет, я не была что-то. Келесі. Келесіге беріңіз. Буллинг пен кибербуллингтің баланың болашағына әсері қандай? Балаларға әсері қандай бұл? Баланың болашағына әсері қандай? Соңы немен бітуі мүмкін осы буллинг пен кибербуллинг? Буллинг пен кибербуллингтің соны алып келетін суицид қой. Иә. Өйткені ол ешқандай шешім жан-жақтан қабылданбаса, бала сондай шешім қабылдайды. Жұмыс істемесе бала өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Өйткені әркім тиісе берсе оған, сен ондайсың, сен мұндайсың, ол бала өзіне деген бағалауын жоғалтып алады да, мен өмірге керексізбін, сенімсіз болып қалады да, өзіне қол жұмсауы мүмкін. Сол үшін бұның тек қана алдын алу керек. Мына жаққа жастаңыз ба қыздар? Қыздар болып сұралайық. Буллингке тап болған адам қандай жағдайларды басынан кешіру мүмкін. Ең бірінші өзінің самооценкасын жоғалтып қалуы деген. Өзіне деген сенімділігі жоғалады. Ал сенімділік беру үшін біз әрқашан да балаларды қолдау керекпіз. Жақсы. Босқа бөлініп